Мен Тасқала колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Дүйсенов Жангелді Серікбайұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы футбол, соның ішінде допты тебу әдістері. Сабағымызды бастамас бұрын қыздырыну жаттығуларын жасап алайық. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Оқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай. Бәйтерек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық, сынақ себеп емес кейеуге. Сабағымның мақсаты студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, ойын барысында адамгершілік қабілеттерін қалыптастыру, студенттерге допты тебу әдістерін үйрету, студенттердің спортқа деген қызығушылығын арттыру, футбол ойынына арналған арнайы жаттығулардың маңызын арттыру. Допты табанның ішкі жағымен тебу. Бұл ойын тәсілі көбінесе футболшы қысқа және жақын қашықтағы әріптесіне допты бағыттағанда және жақын қашықтағы нысанаға тепкенде пайдаланылады. Осы ойын тәсілдерінің негізгі ерекшеліктерін қарастырар болсақ, допқа ұмтылып жүгіру. Допты көздеп тебетін бағыт бір сызықтың бойында орналасқан. Допты тебетін аяқтың серпілуі ең ақырғы жүгіру адамына байланысты. Тебу қозғалысы балтырдың сыртқа қарай бұрылуымен бірге сыртқа және жоғары қарай бағыттала тік бұрыш жасап доптың ұшу бағытына қарай қозғалады. Допты табанның ішкі жағымен тебудің басты ерекшелігі доп түзу ұшады. Себебі доп пен табанның теу көлемі үлкен. Бірақ ұру күші басқа тебу түрлеріне қарағанда әлде қайда төмен. Допты аяқтың ұшымен тебу. Бұл әдіс көбінесе дайындықсыз, ойламаған жерде нысанаға допты бағыттап ұрған кезде қолданылады. Тебу қозғалысына қойылатын негізгі шарт аяқтың ұшын жоғары қарай тарту. Қозғалыссыз жатқан допты тебу. Бұл әдіс көбінесе айып-добын ойынға қосқанда, ойын басталарда және қақпашы допты ойынға қосқанда қолданылады. Допты тебу әдістеріне ұқсастығы және бір-біріне қатысы бар. Тек бір ерекшелігі ұмтылып допқа жүгіру кезінде жылдамдықпен ауыспалы әдістермен орындалады. Домалап келе жатқан допты тебу тәсілі. Қозғалыссыз жатқан допты тебуге ұқсас. Тәсілдің негізгі бір ерекшелігі келе жатқан доппен қозғалыс жылдамдығы мен тебетін адамның жылдамдығына сәйкес болуы. Допқа ұмтылып бағыт алу қозғалыстары мына тәсілдерден. Допқа қарсы қарсылас ойыншыға оң немесе сол қанатпен қашудан және де басқа түрлерден тұрады. Домалап келе жатқан допты тебудің қай түрі болса да, өкшемен болса да, доптың қозғалу жылдамдығына қарай оған тосқауылға тірелетін аяқ қойылады. Төмендеп ұшқан допты тебу. Төмендеп ұшқан допты тебу тәсілдері домалап келе жатқан доптың тәсіліне ұқсас. Доптың ұшатын бағыты тірейтін аяқтың қойылуына байланысты. Одан басқа ұшып келе жатқан допты бұрылып, өзінен асырып және жерге тигізбей тебу тәсілдері бар. Олар да жоғарыда айтылған тәсілдерге ұқсас.